Саламатсыздар ма? Менің есімім Индира, жасым 42-де. Мен Инстаграм жүргізіп жатқаныма, блог жүргізіп жатқаныма жалпы 3 ай болды. 3 айдың арасында мен жақсы нәтиже көрсеттім деп ойлаймын өзім. 5.000-нан аса оқырманым бар. ютубты жақында бастадым. ютубта өзімнің ойларыммен бөліскім келеді, айтқым келетін оқиғаларым бар, көрген түйгенім бар. Мысалға бүгін менің қозғайын деп отқан тақырыбым адам айналасына не берсе соны алады деген тақырыпты айтқым келіп отыр да. Негізінде ол рас, мен барлық соған сенемін. Не істесең алдыңа сол келеді деген. Адамға да, әке шешеңе де, кімге де не істесең сол алдыңа келеді деген. Мысалға сен біреуге қиянат жасадың ба, ол саған оралады обязательно. Біреудің қарызын төлемей кеттің ба, ол саған оралады. Бумеранг дегенге мен қатты сенемін да, ол рас дегенге. Сосын мен айтайын дегенім, блог жүргіземін, блогта комментарий жазады көп. Менің аудиториям әйел кісілер, негізінде 90% әйел кісілер. Сол кісілер комментарий жазады да, мысалға бір 3 типке бөлгім келіп отыр сол комментарийларды жинап айтқанда. Біріншісі айтады, мен адамдардың маған деген көңілін қабылдай алмаймын. Мені мақтаса да даже мен соған марқая алмаймын, сене алмаймын дейді да, сенбеймін дейді. Екінші адамдар айтады, мен жасандылықты көремін үнемі. Адамдардың бәрі маған жасанды болып көрінеді, елдің бәрі маған жасанды болып көрінеді. Қайдағы барсам да жасандылықты көремін дейді да. Үшінші кісілер айтады, мені ешкім жақсы көрмейді, мені ешкім бағаламайды. Мен даже күйеуімді 4 баламен тастап кеткім келеді деген әйелдер бар да арасында, солар жазатын. Ондай адамдар көп жалпы. Мен жалпы 3 категорияға бөліп айтып отырмын да бүгін. Сонда не берсең соны аласың деген сөз осы жерде қазір айтқым келіп тұр да, осы тақырыпта. Айналамда мақтауды қабылдай алмаймын деген адамдар өздері шын мәнінде өмірге жақсы көзбен қарамайды, адамдарға жақсы көзбен қарамайды, махаббатпен қарай алмайды айналасына да. Мысалға екінші адамдар, мен барлығынан жасандылықты көремін, маған бәрі дұрыс емес көрінеді, в общем жасанды болып көрінеді деген адамдар өздері біреуге дұрыс көңілін білдірмейді деп ойлаймын да. Дұрыс айтпайды, дұрыс комментарий бермейді да. Мысалға өтірік мақтай салуы мүмкін. Шын мәнінде оны мақтағысы келіп тұрған жоқ, соған жағыну үшін, соған ұнау үшін да, возможно, солай айтуы мүмкін да. Негізінде үшіншісі, мені ешкім жақсы көрмейді, мені ешкім бағаламайды деген адамдар өздері айналасына махаббат бермейді да. Өзің берсең, мысалға махаббатты балаңа, күйеуіңе, жақсы өмір сүргің келсе, бер, махаббатыңды төк та, аямай. Сол кезде саған да әлем солай жауап береді деп ойлаймын да. Сосын былай айтқан ғой, 4 баламды күйеуіме тастап, өзім кетіп қалғым келеді дейді да, бас кешіп кетіп қалғым келеді дейді. Соны айтам ол кісіге. Мен негізі ажырасуға деген темаға өте қарсымын. Ажырасқанын қаламаймын, балдардың әкесі өскенін қаламаймын. Бірақтан да шынымен өміріңде сондай жағдай болып жатса, егер де ситуация болып жатса, Құдай басқа салмасын да, ол адаммен өмір сүре алмайтындай қатты қиналып жүрсең, өзіңді до крайности жеткізбей, соншалықты орға жыққаныңа дейін бармай, мүмкін сол жерден тоқтап бір сәтке күйеуіңнен бас тартсаң да, балдардан бас тартпаған дұрыс деп ойлаймын да. Жалпы айтқым келгені бұл жерде түйіні, сен айналаңа не берсең соны аласың деген. Одан кейін қазір ол кісі балаларын тастап кетуі мүмкін, қазіргі болып жатқан қиыншылыққа шыдай алмай, кішкентай өмірдің қиыншылығына шыдай алмай, балдарын тастап кетуі мүмкін да. Бірақтан да ертеңгісін басқа өмір бар ғой. Өліп қалмасаң өмір сүресің, өмір сүргеннен кейін ол балдар өседі, сен қартаясың деген сияқты. Барлық нәрсенің сенің жасаған іс-әрекетіңнің саған қайтымы бар деген ғой. Өмірде не жасасаң сол алдыңа келеді деген да. Сол үшін қазіргі жағдай көп болып жатыр. Мысалға, жеңіл өмірді аңсап, қазіргі болып жатқан кішкентай қиыншылықты көтере алмай, жеңіл өмірді аңсап кететін өкінішке орай адамдар көп. Баладан бас кешетін, күйеуін тастап кететін, жеңіл жолды аңсап. Соған айтқым келіп отқаны,
қазір кішкентай мынандай жеңілдікті қалап, өміріңдегі бір қызығушылықтарды қалап, бір түкке тұрмайтын уақытша өмірдің ләззатын таңдап, жеңіл өмірді қалап кетсең, соның артында көп сұрау тұрғанын ұмытпаған дұрыс та. Негізінде өмір бақи сен жап-жас болып тұрмайсың, өмір бойы әдемі болып тұрмайсың. Бүгін керек еткен адам сен ертең керек етпеуі мүмкін. Өйткені өзінің баласын, өзінің отбасын таңдамай бас кешіп кеткен адамға көп адам жақсы көзбен қарайды деп ойламаймын да. Махаббатпен қарайды, мейіріммен қарайды деп ойламаймын. Көбінесе бекерге адасқаның қалады бұл өмірде. Сол үшін айтатын едім, мүмкін бір кісілерге сабақ болатын шығар деген оймен айтып отырмын. Ақылым тасығаннан, асығаннан бәріне жақсы көріну үшін айтып жатқаным жоқ. Қазіргі кішкентай өмірдің ләззатын қалап, өздеріңіздің жақсы өміріңізге балта шаппаңыз деп айтқым келеді. Мысалға, кішкентай қиыншылық болады, барлық адамда болады да. Оған үлкен проблема деп қарамау керек деп ойлаймын да. Негізінде кішкентай мәселені өзіміз үлкен қылып алатын да, өте үлкейтіп алатын өзіміз негізінде. Ол ондай үлкен емес. Уайыммен күнде ойлау арқылы, соның миыңда қайта-қайта айналдыру арқылы, пластинка сияқты айналдыру арқылы, соны кішкентай мәселені үлкен қылып алатын өзіміз да негізінде. Ол тез шешілуге болады, шешілетін мәселе негізінде. Жұмыла көтерген жүк жеңіл ғой. Бір өзің жүріп адасқанша көппен бірге жүріп жол тап деген рас та. Мысалға, өзің ер азаматың кезінде таңдап шыққансың, тұрмысқа шыққансың, ешкім қинаған жоқ. Мысалға, өмірге келген балдар саған қинаған жоқ, осыған тұрмысқа шық, мені тушы деп айтқан жоқ олар. Олардың кінәсі жоқ, жазығы жоқ. Отырып сөйлесіп мәселені шешуге болады деп ойлаймын. Қарыз болсаң, қарыздан да шығуға болады деп ойлаймын. Кредит болса, ол да төленеді бір күні, одан да шығасың да. Егер де ол адаммен шынымен болмайтын болса, өмірің, шыдай алмайтын болсаң, көтере алмайтын болсаң, соншалық адам төзгісіздей болып жатса, ажырасыңыз, бірақтан да балдар үшін өмір сүруге болады деп ойлаймын да. Балдарды өмірге алып келген екен, жауаптысың өзің. Ертеңгісін осы өміріңнің өтеуі болатынын, осы қазір істегенің ертең қайталанатынын өзің алдыңа келетінін ұмытпаңызшы деп айтқым келеді осы видео арқылы. Ойымды жинақтап жеткізе алдым ба, жеткізе алмадым ба білмеймін. Бірақтан да менің айтайын деген түйінім, осы өмірде не істейсің, алдыңа айналып келеді. Ата-анаңа не істесең, сол алдыңа келеді. Балаларыңа не істесең, сол алдыңа келеді. Соны көрмей, өзіңнің көріңе кірмейсің да. Сол үшін қазір жеңіл-желпі өмірді аңсап кетіп қалмаңыз. Одан кейін айналаға махаббатпен қараңыз, жақсы көзбен қараңыз. Сіз махаббатпен қарасаңыз, барлық адам сізге махаббатпен қарайды. Сіз жақсы көрсеңіз, барлығы сізді жақсы көреді. Ал пікіріңізді білдірген кезде жасандылық танытпай, өзің қалай барсың, солай шынайы көңіліңді, пейіліңді танытсаң адамға, ол да сізге солай қарайды. Жан-жаққа жақсы көзбен қарасаң, жақсы өзіңе қайтарымы болады деп айтқым келеді да. Сол үшін осындай қысқа ғана берген өмірді мағыналы, мәнді етіп, жеңіл өмірдің артынан қуаламай, ауырдан қашып жеңілге қарай ұмтылмай, кішкене уақытты қиыншылық болса жарайды, көндім деп, содан өтіп, сабырлық танытып өтсеңіз, оның артында үлкен жеңіс күтіп тұрғанын, үлкен бақыт күтіп тұрғанын, сізді үлкен табыс күтіп тұрғанын ұмытпаңыздар. Негізінде өмір мықтыларды жақсы көреді. Сол үшін осалдық танытпай, беліңізді бекем болып, өмірге бала келген екенсіз, тұрмысқа шыққан екенсіз, сол адамды таңдаған екенсіз, беліңізді бекем болып, барлығынан өтіп кетуді ғана ойлаңыз. Қиындатудың қажеті жоқ. Оңайлатсаңыз бәрі оңай, қиындатсаңыз бәрі қиын. Басында айтқанымдай, кішкентай құмырсқадай нәрсені түйедей қылып айналдырып жіберетін өзіміз негізінде. Сабырмен қарап, сабырмен шешсеңіздер екен деп айтқым келеді. Сау болыңыздар. Одан кейін айта кетейін дегенім,
менің каналыма тіркелсеңіздер, одан кейін комментарий жазсаңыздар екен. Өйткені комментарий жазу арқылы осы видео көпке тарайды екен. Көп адамның көруіне, мүмкін бір адамға өзіне қажет болып тұрған кезде алдынан шығуы мүмкін, көруге мүмкіндік берсеңіздер екен деп айтқым келеді. Сау болыңыздар.